Сәлем шебер ханымдар. Мінеки біздің лескамыз аяқталуға жақын қалды. 10 сантиметрде етіп қалдырдым. Үстіңгі сол жақ қолымыздағы лескамызды алып, жанында тұрған мойшаққа кіргізіп, мінеки ана жердегі біздің өзіміздің алдында тоқыған мойшағымызда лесканың іздері көрініп тұрады. Сол лесканың бойымен біз өткіземіз. Тек қана мұқият болыңыздар, лесканың бойымен ғана өткіземіз. Мінеки мен 3-4 мойшаққа баспалдақ ретінде төмен түсіп айналдырып кіргіздім. Қазір мына жерде мінеки кішкене қолмен бүйтіп болсамыз, одан кейін барып айналым жасайым жоғарыға қарай. Қазір міне көрсетем. Міне жоғарғы мойшаққа енгізем. Жанындағы мойшаққа, мына жерде жанына мойшаққа кіргізіп ап, қиып тастауға болады. Не болмаса, мен сияқты жоғары қарай жалғастыруларымызға болады. Қараңыздар. Мінеки мен жоғарыға кіргіздім. Бұл жерде мен қалай жүрдім? Мінеки төмен түстім 3 мойшаққа, сосын 4-ші мойшақтан айналдырып, қайтадан жоғары шығып, 10 жаққа қарай айналдырдым. Яғни бұл жерде мен лесканың шығып кетуін болдырмауын алдын алдым. Ал енді бұл жерде мінеки менді тағы да төмен түсіп, бір айналым жасап, жоғары қарай шығатын болам. Лескамызды қиғанда 45 градус етіп қиып аламыз. Сонда басы үшкірлеу болады. Осындай кіргізген кезде ыңғайлы болады. Бұны біз барлық жұмыстар біткен кезде жасай береміз. Леска аяқталды ма, одан кейін жұмысымыздың бір бағдары біткен кезде, келесі леска алу керек болған кезде осылай аяқтап, 7-10 сантиметр болған кезде лескамызды осылай мінеки закрепка жасап бекітеміз. Мінеки айналым жасадым. Қазір жоғарыға қарай кіргізем. Енді жанынан бір кіргізем да, осы жерден қиып тастайым. Лескам ұзынша болып қалды, тағы да бір мойшаққа кіргізуге болады екен. Сақтықта қорлық жоқ деп, тағы бір айналым жасай салдым. Мінеки лескамыздың ұзындығымызға қарайсыздар. Енді осы жерден қия салуға болады. Жаңағы біздің аяқтаған жерімізден, лескамыз аяқталған жерден жаңа лесканы алып, сол жерден кіргізіп, ары қарай тоқуымызды жалғастырамыз. Мінеки. Бұл жерде менде 11-ші қатардың жартысы болған еді. Енді соның жартысын осылай жалғастырамыз. Мінеки аяқтадық. Лескамызды байладық. Артығын қиып тастадық. Енді мінеки екі жақ шетін теңестіреміз. Бұл жерде біз бұрышын табу үшін біз мінеки осылай бүгетін болсақ, мойшақтарымызды бұрышы автоматты түрде көрінетін болады. Бұл жерде мінеки қараңыздар, көрдіңіздер ме? Фермуардың шетінен бұрыш шығады. Енді сол бұрыштан бастап біз фермуарымыз осы тігінен қойып аламыз. Енді лескамызды 60-70 сантиметрде қып аламыз да, бірінші астыңғы тұрған мойшаққа кіргізіп аламыз. Мінеки лескамызды теңестіріп аламыз. Теңестіргеннен кейін сол жақ қолымыздағы лескаға 2 мойшақ, оң жақ қолымыздағы лескаға 1 мойшақ алып аламыз да, 2 мойшақтағы тұрған лескаға петля жасап, қайтадан
осы 11 қатар тоқығандай етіп петля жасап тартамыз. Камерадан жылжып кетіпті. Мінекей петля жасап оң жақ қолымыздағы лескамызды өткізіп тартамыз. Тағы да естеріңізге салып өтейін, мынау біздің түйілген жеріміз ортада болу керек мойшақтың. Мінекей. Енді қараңыздар, мына жерде бізде бір мойшақ бар, оның қарама қарсы тағы бір мойшақ бар. Енді бізге жетпейтін үстінде және астыңғы мойшақтар. Ол үшін біз астына сол жақ қолымыздағы лескаға бір мойшағымызды аламыз да, оң жақ қолымыздағы мойшаққа да бір лескамызға бір мойшақты алып, мінекей, астыңғы тұрған лескамызды сол жақ қолымыздағы лесканың жанында тұрған мойшаққа кіргіземіз. Мінекей. Осылай болу керек. Қараңыздар, міне. Енді жаңағы үстінде тұрған мойшақтан петля жасап, сол жақтағы лескамызды сол петляға кіргізіп тартатын боламыз. Міне. Қандай тамаша. Тарттық, мінекей. Біз мінекей екі шетін қоса бастадық. Енді қараңыздар, сол жақтағы лескамызды жоғарыда тұрған мойшаққа кіргізіп, мінекей, сол лескаға екі мойшақты аламыз. Және петля жасап, оң жақтағы лескамызды соған кіргіземіз. Енді оң жақтағы лескамызды жағында тұрған мойшаққа кіргіземіз, астындағы, және оң жағымызда тұрған екінші мойшаққа кіргіземіз. Сонда бізде үштік дайын тұр. Енді бізге бір мойшақ қана жетпейді, суретіміз аяқталу үшін. Ол үшін оң жақтағы лескамызға мойшақты алып, петля жасап, сол жақтағы лескамызды сол петляға кіргізіп тартамыз. Мінекей, қараңыздар. Кіргіземіз. Әлдік. Енді тартамыз. Міне. Енді оң жақтағы лескамызды жоғарыда тұрған мойшаққа кіргіземіз. Сөйтіп, ары қаратай тоқи береміз. 8 қатарға дейін тоқимыз. 8-ші қатарды қосып аламыз.